тізбектің жетінші мүшесін анықтаңыз дейді. Мүше дегеніміз, яғни бізге мына сандардың орналасу реті. Яғни бірінші мүшесі 1-ге тең, екінші мүшесі 3-ге тең, үшінші мүшесі 7, төртінші мүшесі 15, дәл сол секілді жетінші мүшесін анықтау керек. Ол үшін бізге берген сандық қатардың заңдылығын анықтап алайық. Яғни 1 деген саннан 3 деген санды шығару үшін, яғни 2-ні қосқан екен. 3-тен 7 шығару үшін 4-ті қосқан, 7-тен 15 шығару үшін бізде 8-ді қосқан. Қарасаңыздар, мына жердегі заңдылық, яғни бізге қосылып жатқан сан еселеніп қосылып жатыр. 2, 2-ні 2-ге бөлсек 4 қосылды, 4-ті 2-ге бөлсек 8 қосылды. Енді келесі санды анықтау үшін 8-ді 2-ге бөлеміз, бізге 16 болады. Яғни 15 деген санға 16-ны қоссақ, келесі 5-ші мүшеміз бізге 31 деген сан шығады екен. Енді келесі мүшесін анықтау үшін 16-ны 2-ге бөліп аламыз, бізде 32.